Қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге сүтсіз, тек қана суда иленіп жасалатын бауырсақтың рецебімен бөлісемін. Бауырсақ дөңгеленіп әдемі көтерілуі үшін бауырсақтың құрамындағы барлық заттар жылы болуы тиіс. Бауырсақ жоғарғы сортты ұннан өте жақсы көтеріліп піседі. Ең алдымен жылы суға бір ас қасық қант және де бір шай қасық тұз саламыз. Осының үстіне толтырмай бір ас қасық ажыртқыны салып, заттар ерігенше араластырамыз. Осының үстіне 4 ас қасық сұйық май қосып, аз-аздан алдын ала илеуіштен өткен ұнды сала отырып, жұмсақтау етіп қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыса берсе, сұйық майдан аздап құйып алып, оны илеп, жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа қалтырамыз. Қолға жабыса берсе, астына аздап ұн салып, осылай етіп жіңішкелеп жаямыз. Бауырсақ кескіштің немесе стаканның көмегімен бауырсақтарды дөңгелектеп кесіп аламыз. Кесіп алынған дайын бауырсақтарды бетін жауып, жылы жерде 5 минуттай қалдырып, аздап көтерілгеннен кейін оларды ыстық майға 2 беті қызарғанша қуырамыз. Майды қыздырып бауырсақтарды салғаннан кейін орташа отта пісіреміз. Осындай дөңгелек бауырсақтармен қатар мен әртүрлі төртбұрышты, үшбұрышты бауырсақтарды да кесіп алдым. Себебі бұл бауырсақтар пісіруге өте ыңғайлы. Достар, менің каналымда осындай көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз.